Құрметті әріптестер, электронды оқулықты қайдан аламыз десеңіздер, Google-ға оқулық KZ деп тересіздер. Сол кезде міне бірінші тұрған оқулық KZ дегенге де кіруге болады. Оның астында www.gov.kz деген сайтқа кіреміз. Өйткені басқа сайттарда кейбір мектеп оқулықтары болмауы мүмкін. Сондықтан біз осы gov.kz сайтына кіреміз. Бұл сайт міне ашылған кезде орысша тұрады. Біз жоғары жағында барып қазақшаны таңдап аламыз. Сол кезде осылай Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің оқулықтар тізімі бойынша қазақша парақшасы ашылады. Осы жерден мысалы қазақ тілі оқулық, немесе қазақ әдебиеті оқулық, математика деген сияқты, немесе әртүрлі баспалар, мектеп, арман ПВ, атамұра деген сияқты өзімізге қажет баспаны, қажет оқулықты тұсынан басамыз. Міне оқулық деген көк жазудың үстінен басамыз. Осындай нұсқалардың ішінен біз өзімізге керек PDF деген нұсқасын таңдап аламыз. Мысалы, міне қазақ тілінің PDF нұсқасын таңдайық. Сол кезде осылай көрсетіледі. Біз жоғары жағында оң жақ бетінде скачать деген батырма белгісі тұр. Соны таңдаймыз да компьютеріміздегі қай жерге сақтаймыз? Рабочий столға ма, документыға ма, загрузкиға ма, керек папканы таңдаймыз да одан кейін сохранить дегенді басамыз. Атын жазып өзгертіп алсаңыздар да болады. Сосын өзіміздің компьютерімізге кіреміз. Мой компьютердің ішінде загрузки бөліміне сақтадым мен. Неге осы жерде тұр 5-ші сынып қазақ тілі деп. Ашамызда қалауымызша өзгертіп пайдалана береміз. Мысалы, бұл электронды оқулықты біз кез келген жерінен қиып алып пайдалануымызға болады. Ол үшін сол жақ жоғары жақ жағында снимок деген бар, соны басамызда оқулықта керекті жерді белгілеп аламыз. Осылай копировать выделенную графику деген жерді басамызда кез келген документке апарып сол қиып алған жерді қоямыз. Мысалы, міне Word ашамызда вставить дегенді басамыз. Сол кезде жаңағы қиып алған жеріміз келді. Оны қалауымызша үлкейтіп, кішірейтіп қоюымызға болады. Немесе қиып алған жерді біз PowerPoint бағдарламасында да слайд жасаған кезде қолдансақ болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қажет ақпаратты басқа да әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыз.